Айланың батылдығы. Бір заманда кең байтақ далада орналасқан әдемі ауылда Айла атты ақылды қыз өмір сүріпті. Ол ата-анасының қуанышы еді. Бірақ ауылдың шетіндегі қалың орманның ішінде жалмауыз кемпір өмір сүреді деген аңыз бар еді. Бір күні Айла өзінің інісі Қайратпен ойнап жүргенде, кішкентай бала қалың орманға қарай бет алып, көзден ғайып болады. Айла інісінің жоқтығын байқап, қатты уайымдайды. Айла жүгіріп барып ата-анасына болған жайды айтады. Олардың жүректері зу ете қалады. Ауылдың ер азаматтары жиналып, Қайратты іздеуге дайындалғанымен, жалмауыз кемпірден қорқып, орманға кіруге бата алмайды. Мен батыр інімді өзім құтқарамын, деп шешті Айла. Ол ауыл шетінде тұратын дана ақсақалды есіне түсіріп, содан ақыл сұрауға барады. Ақсақал оған былай деді: жалмауыз кемпір күшті болғанымен, ақылы таяз. Ол жұмбақтарды жақсы көреді. Мына кішкентай тасты ал. Ол саған көмектеседі, деп қолына тегіс өзен тасын ұстатады. Айла қорықпастан қараңғы орманға кіреді. Ол кішкентай іздерді қуалай отырып, сүйектерден жасалған қорқынышты күркеге жетеді. Ішке кіргенде ол үлкен қазанды дайындап жатқан жалмауыз кемпірді көреді. Бұрыштағы торда кішкентай Қайрат қорқып отыр екен. Айла алға шығып: тоқта, мен сені ақыл сайысына шақырамын. Егер мен жеңсем, інімді босатасың. Егер сен жеңсең, екеумізді де аласың, дейді. Мысқылдап күлген кемпір келіседі. Айла жұмбағын жасырады. Тас жүрегі бар, барлық тілде сөйлейді, әлемнің даналығын сақтайды. Ол не? Кемпір ойланып таба алмайды. Айла: ол кітап, дейді. Сосын қолындағы тасты көрсетіп: ал сен үшін жауабы мына тас. Себебі ол қазір сенің қазанында болады, деп бар күшімен лақтырады. Осы сәтті пайдаланған Айла кілтті алып, Қайратты босатады да, екеуі артына қарамай, күркеден қашып шығады. Олар ауылға аман есен оралып, бүкіл ауыл Айланың ақылдылығы мен батылдығын тойлайды. Қараңғы орман енді бұрынғыдай қорқынышты емес еді.